жалғанда жасандылық ұнаған ба, 185 жыл болды бұламаға. Кешегі Абылай ханның шөбересі, армауында армаймын ұл адамға ой. Байланыс жасай жүріп әлемменен, шоқан болып танылдым әлемге мен. 30 жыл ғұмыр сүрсе де не бар жоғы, өзінің дан екенін дәлелдеген ай. Заманның көрсе дағы кел кеткенін, адамдықтың аттамаған өрмектерін. Біздер бүгін тамсанып оқып жүрміз, Шоқанның жазып кеткен еңбектерін ай. Пенденің біледі ғой бақ талабы, асыл жан ақиқатшы ақтарады. Қанша ғасыр өтсе де ұлы Шоқан, қазақтың шоқ жұлдызы боп қалады ай. Қайырлы күн, құрметті әлеуметтік желідегі біздің тұрақты көрермендеріміз. Бүгінгі әңгіме арқылы қазақтың ұлы ғалым, этнографы, географ, зерттеушісі Шоқан Уәлиханов жайлы болмақ. Биыл ұлы тұлғаға осы қараша айында 185 жыл толып отыр. Ал студияда бүгін қонақта аудандық орталықтандырылған кітапхана жүйесінің балалар абонентінің кітапханашысы Гүлнұр ханым, қош келдіңіз. Енді біреулер Шоқанды Көкшетауда туған дейді, біреулер Қостанайда туған дейді. Енді тарихи деректерге сүйенсек, Шоқан 1935 жылдың қараша айында Құсмұрын бекетінде, яғни біздің Қостанай облысы Әулиекөл ауданындағы Құсмұрын жерінде атақ аға сұлтан Шыңғыс Уәлихановтың отбасында дүниеге келген. Көп кітаптарда солай жазылған. Әкесі Шыңғыс Уәлиханов сол кезде Аманқарағай дуанының аға сұлтаны болған екен. Оқу орталығы 1944 жылы Құсмұрын қамалына ауысқаннан кейін дуан аты Құсмұрын болып өзгертілді. Қазірде Құсмұрын станциясы бар, ежеттау халық тұрады ол жерде. Сосын көбіне жұрттың мынау Көкшетау Шоқан біздікі дейді, Қостанай біздікі дейді. Оның таласының арасында не жататынын білесіз бе, Гүлнұр ханым? Ол былай болған екен, мен кейбір үлкен аталардан естігенім, баяғыда қазақ малға қайда жайылым жақсы шөп бар, сонда жүрген ғой. Шыңғысханның малы көп болған. Көп деректер бойынша Шыңғысхан қыстауға Құсмұрынға келген Аманқарағай жағына, ал жаз жайлауға Көкшетау Ақмола жағына. Содан да көп жұрттың Көкшетау біздікі деп, Қостанай біздікі деп таласатыны содан екен. Бірақ негізі ноябрь қыстың уақыты ғой, қараша. Сондықтан Шоқан Уәлиханов біздің Қостанайда Құсмұрында туған деп айтуымызға әбден болады екен. Енді көрермендердің ішінде дәл Шыңғысты, Шоқанды бәрі біле бермес. Біздің осы хабарымыздан Шоқан жайлы біраз түсінік алсын деген мақсатымыз осындай. Жас Шоқан 1847 жылы 12 жасында әкесі сол кездегі ең таңдаулы оқу орны болып есептелген Сібір кадет корпусына оқуға орналастырады. Шоқанның бүкіл келешегі мен ғылым, өнер жолындағы талантын ашуда бұл оқу орнының маңызы өте ерекше болған. Мұнда жабық әскери оқу орны болғанымен, көптеген пәндер әскери сабақтарға қоса орыс, батыс әдебиеті, география мен тарихы, философия, физика, математика негіздері, шетел тілдері оқытылып, орыстың озық ойлы интеллигенттердің өкілдері сабақ берген екен. Оқытушылар құрамында білімді және прогресшіл ой пікірлі адамдар көп болған. Кадет корпусына алғаш оқуға түскенде Шоқан орыс тілін білмеген екен. Өзінің зеректігімен тіл тез үйренген. Шоқанның корпуста бірге оқыған Потанин өзінің орыс жолдастарын басып озып Шоқан тез жетілді. Оған талайларақ назар аударды. Ол сондай қабілетті еді және оқу орнына түспей тұрақ сурет сала білетін деп жазған. Өйткені көп балалар
кадетке келгенде сурет салуды білмеген екен. Ал Шоқан сурет салуды кадетке дейін білген екен. Оған әсіресе орыс тілі мен әдебиеті оқытушылары, шығыстанушы Костелецкий мен тарих пәні оқытушысы Ганевский өте қатты ықпал еткен. Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Герцен, Белинский тағы басқа орыс классиктерін және батыс әдебиетінің шығармаларын көп оқыған екен. Ал енді Гүлнұр ханым, біз Шоқанды айтқанда оның тәрбиесінде, мысалы Абайдың тәрбиесінде Зеренің ықпалы бар. Ал Шоқанның тәрбиесіндегі әжесінің тәрбиесі жайлы алып қосарыңыз бар ма? Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, жалпы Шоқанның шығармашылығы кез келген оқушыны қызықтыратын сөзсіз. Оның білімге құштарлығы, ізденісі, тіл үйренуге деген талпынысы адамға, оны оқып отырған оқырманға ерекше күш жігер беретіні ол анық нәрсе. Шоқан жалпы хандар әулетінен болған. Оның арғы бабасы Абылай хан 17 ғасырдағы айбынды қазақ басшыларының бірі болған бәрімізге белгілі. Өзінің атасы Уәли де Уәли хан, мысалы, патша үкіметінің ресми түрде бекіткен соңғы хандардың бірі екені тарихтан бәрімізге ол да белгілі. Әкесі Шыңғыс Уәли хановты өте білімді, беделді, сауатты азаматтардың бірі болған. Шоқанның тәрбиесі жалпы әжесінің тәрбиесінде көбірек болған. Шоқан әжесінің жанында сол әжесінің аңыз әңгімелерін, Айғанымның тәрбиесінде көбірек болып, сол кісінің аңыз әңгімелерін, шежіре жырларын, ертегілерін, дастандарын тыңдап өскен. Негізі қазақтың көбісі бізді ауыз әдебиетімен таралған ғой, дастан. Шоқан да сонда ауыз әдебиетіне үйіріп алған. Сол ауыз әдебиетіне деген қызығушылық Шоқанды сондай бір білімге құштар, тәрбиелі етіп өсірген болса керек. Өзіңіз де айтып кеттіңіз, жаңа 12 жасқа дейін Шоқан сол өзінің Құсмұрындағы орта мектепте оқыған. Кадет корпусына дейін. Кадет корпусына дейін. Сол жерде орта мектепте оқып, енді ол өзінің тапқырлығы, талпынысы болса керек, сол жерде жүріп, ол ешкім үйретпесе де араб, парсы, шағатай тілдерін өз бетінше үйреніп келген. Шоқанның негізі азан шақырып қойылған аты Мұхаммед Ханафия. Ал Шоқан деп аталуының тағы бір мынандай себебі, мен бір кітаптан оқып деректерді тауып алған. Әжесі жалпы Шоқан кішкентай кезінде үйіндегі кішкентай балалар тербетіп отыр, есік жырын айтып отыр. Шоқан қасында сонда бесікті тербетіп отырғанына қарап шоқиып отырады екен. Әжесі сонда Шоқанды көбірек еркелетеді екен, солай. Менің шоқиған ботам, шоқиған жаным деп. Сондықтан көбісі кейін Мұхаммед Ханафия деген есімді ұмытыңқырап, Шоқан деп атап кеткен. Шоқан деп атап кеткен. Ол сол әжесінің қойған аты Шоқан деген. Айғаным жалпы Уәли хан қайтыс болған кезде Уәли әулетін басқарған кісі болған. Өте білімді, сауатты кісі әжесі. Бірнеше шығыс тілін білетін, өз заманының беделді алдыңғы қатарлардың адамы болған. Шоқанның омбы кадет корпусына, Сібірге оқуға жіберуіне де сол әжесінің ықпалы көбірек тиген. Енді қазақта көбіне әйелдер ошақ қасына шықпаған, бірақ Айғаным сияқты кісілер болған ғой, солардың бір Айғаным деп айтуымыз болады. Кәдімгі ер адамдар сияқты бүкіл әулеттің ісін жүргізген. Сондай кісі болған ғой. Ал енді мынау Орынборда Шоқан Достоевскиймен жақсы араласқан екен. 55 жылы Батыс Сібір генерал-губернаторымен бірге Семей, Аягөз, Қапал арқылы Алматыға дейін келіп қайтады. Осы сапарында қазақ, қырғыз ауыз әдебиетінің үлгілерін, тарихы мен этнографиясының материалдарын жинай жүреді. Бұл материалдар негізінде ол Тәңір Құдай қазақтардағы шамандықтың алдыңғы еңбектер жазған. Сол сапардан кейін оның әскери лауазымы бір сатыға жоғарылап, поручик шенін алған екен. Енді ауыз әдебиетінде біздің қазақтың бірде былай пікірлер көп айтылады. Солардың бірінде мысалы Шоқан Қоқан хандығымен соғысқан. Сосын Кенесарының әскерімен де соғысқан. Бұған айтатын негіз бар, өйткені Шоқан
орыстың тәрбиесінде, орыстың кадеті болып, орыс офицер болды. Енді оның анық қанығын заман талабы кейін тағы зерттеліп жатыр, әлі де оның ашылмаған жерлері бар. Шоқан Қоқан хандығы мен орыстың әскерімен бірігіп жүріп, соларға қарсы соғысқан, тіпті Кенесарының әскерлерімен бұл орыстармен бірге қарсы соғысқан деген әңгімелер айтылады. Бұл жайлы не айта аласыз? Жалпы енді сол кездегі енді Шоқанның білім алған ортасына тікелей байланысты болса керек. Көбірек сол орыс жерінде, орыстардың арасында білім алып, көбірек солардың тәрбиесіне қарай ықпалы соған негізделіп кеткен шығар. Мен де солай деп ойлаймын. Енді тағы бір осы хабарға дайындалған кезде тағы бір фактілерге куә болып отырмын мен. Шоқанның нағашысы Мұстафа, Шорманның Мұстафасы. Шоқанның нағашысы. Оның қолында да тәрбие алған Шоқан. Енді біздің совет үкіметі кезінде Жаяу Мұса совет үкіметінің сүйікті адамы болған. Байлардың арасында өлең шығарған, солай емес пе? Ал Жаяу Мұса совет үкіметінің адамы болса, Шорманның Мұстафасы ескі патшаның адамы. Солай емес пе? Енді біздің бала кезімізде Жаяу Мұсаны бір тұттық. Байларға қарсы өлең айтқан. Ал Шорманның Мұстафасы Жаяу Мұсаның өлеңінде бар ғой. Аттыдан жаяу жүріп кек аламын, Шорманның Мұстафасы тартып алып атымды деген. Сонда осы арада сіздің ойыңыз қалай? Шорманның Мұстафасы кім? Жаяу Мұса кім? Енді екеуі де қазақ халқына белгілі адамдар ғой. Екеуі де белгілі адамдар. Енді Шорманның Мұстафасына қарсы шыққаны, мен былай ойлаймын. Енді Шорманның Мұстафасы ол байлардың өкілі, байы болған кісі. Енді кеңес үкіметіндегі заман талабы солай болды. Заман талабы солай болды, Жаяу Мұса жай қарапайым халықтың арасынан шыққан адам. Қараның қанын жоқтаушы. Қараның қанын жоқтаушы, сол кезде кедейлердің мұң-мұқтажын өлең жырлар арқылы өзін жеткізіп отырған адам ғой. Жаңағы өзінің аталығында солай көрініп тұр ғой, жаңағы атын тартып алып, ол енді сол кездегі заман талабының біреуі ғой. Шорман атын тартып алғаннан кейін барып, соған бір ашу ызамен шығарған өлеңі болса керек, сол кездегі Шорманның Мұстафасы атымды тартып алып, жаяу қалдым деп шығарған. Ал жақсы, Гүлнұр ханым, сіз кітапханадасыз. Қазір осы біздің жас ұрпақ, өскелең ұрпақтың Шоқанды қызықтыратын, соны Шоқан жайлы зерттей, бір реферат жазам, ғылыми, Шоқанды танығым келеді дейтін біздің жас ұрпақ бар ма? Кітапханаға келе ме? Жалпы қазіргі балалар өзі негізі заман талабы солай ғой, білімге құштар, өте оқушыларымыздың арасында ондай балалар көп. Негізі жалпы біздің балалар кітапханасы жылдың басынан бастап осы жылдық жоспарға сәйкес жұмыс істейміз. Біз кітапханада да оқу залында сол Шоқан Уәлихановқа байланысты 185 жылдығына байланысты кітаптар көрмесі жыл басынан бері ол көрме тұр. Солай арасында мақалалармен, газет бетінде шыққан мақалалармен толықтырып отырамыз. Жаңа келіп жатқан кітаптармен толықтырамыз кітап көрмесін. Сапар Ерғалиев атындағы орта мектептің оқушысы бізде Айтқазы Әйгерім. Қазір сол Шоқан шығармашылығына байланысты ғылыми жұмыс жазуға дайындалып жүр. Кітапханаға келіп, сол Шоқан туралы кітаптарды, мақалаларды іздестіріп сұранып жүр. Алдағы уақытта енді сол оқушының жазған ғылыми деректермен, зерттеулермен таныса жатармыз деген ойда. Яғни жастардың қызығушылығы бар Шоқанның? Қызығушылығы бар, Рахмет. Ал енді тұрғына Абайдың жылы болып, енді Шоқанның жылы. Осы Шоқан мен Абай екеуі де қазақтың ірі тұлғалары. Осы екеуі Шоқан мен Абайдың арасында қандай байланыс бар? Жалпы Шоқанды да, Абайды да екеуі де қазақтың ұлы ойшыл ағартушылары ғой. Абай қазақтың ұлы ақыны болса, Шоқанды да біз зерттеуші ғалым ретінде жақсы танимыз. Шоқан халық әдебиетін, тарихты тануды
танудың аса бағалы ескерткіші деп есептесе, абай сол ескерткішті халыққа жеткізуші, таратушы. Ол өзінің өлеңдері, шығармалары арқылы соны халыққа жеткізіп отырған адам. Абай өзінің шығармаларында ауыз әдебиетінде қалыптасқан неше алуан нақыл сөздерді, мақал мәтелдерді, тұрақты тіркестерді, сол кездегі афоризмдер дейміз ғой, ескі сөздерді халыққа жеткізуші тұлға ретінде мен солай айта аламын. Жақсы, рахмат. Ол Шоқан әттен ерте кетті. Ал абайдай өмір сүргенде қандай артына сөз қалдыратын? Иә, ол кезде мүмкін бұдан да көбірек деректер болар еді. Енді біздің осы Шоқан жайлы қазақ енді ауыз әдебиетімен ауыз-ауыз берілгеннен кейін әңгіме көп. Оның біреуі расша, біреуі өтірікші. Солардың бірі енді тарихи деректерге сүйенсек, Шоқан қайда жерленген дегенде көп әңгімелер бар. Солардың бірін Сәбит Мұқанов атамыз өзі зерттеген екен. Көздің тірісінде жұрт анда көп, мұнда көп дегенде естіп, Сәбит Мұқан жаңағы әңгіме қылған адамдарды, кісілерді алып барып, көңіл деген, анда қой, мұнда қой деген әңгіме шыққан ғой. Сол Сәбит Мұқан өзі кісілерді алып барып, бейіторын көріп, анықтап алды. Алматыдан сол жерге археологтарды шақыртып, қазып жіберсе, тас шыққан. Кірпіштен қаланған бейіті де шыққан. Сонымен Сәбит Мұқан ауыл ақсақалдарының және колхоз басшысы болған соғыс ардагері Игібай Базарбаев қарияның арқасында Шоқан бабамыздың жатқан жерін нақтылап, 1958 жылы үкімет тарапынан ескерткіш ашылып, үлкен салтанатты жиын болып, артынан ас беріліп, бәйге өткізіліп, үлкен ескерткіш ашылады. Енді тағы бір тарихи деректерге сүйенсек, ол 58 жылға дейін бір кісі жаңағы Шоқанның басына қойылған тасты диірменге тартатын тас қолданыстырған ғой. Сондай істейін деп жаңағы киелілігін айтайын деп отырмын. Балтамен барып шапқан екен. Сол шабам деген шауып атқанда бір тас ұшып көзіне тиіп, сол көзін жүріп үйіне келіп, содан ауырып ақыры қайтыс болған екен. Әнекей Шоқанның басына қойған тастың киелілігін айтылып тұрып жүрген. Енді Шоқанның сүйегі туралы әлі де алып қашпа сөздер көп. Біреулер Көкшетауда қойылған дейді, біреулер Алматы мынау Алтынемел жағында қойылған дейді. Енді тағы тарихи деректерге сүйенсек, Тезек төре Шоқанның әйелінің атасы. Тезек оған қарындас Айсараны беріп, Шоқан Ташкент жақтағы, мана айтып кеттім ғой, орыспен қосылып, Кенесарының балаларымен және Қоқанмен соғысқан, өзі орыс офицері болып, ақыры орыспен де келіспей, осы Ташкент жаққа қашқан екен. Алтынемел Алматыға. Тезек оған қарындасы, Тезектері қарындасы Айсараны беріп, жақсы қарсы алды. Бірақ жастай көп жасамай көкірек ауруынан бір жылдан соң осында қайтыс болған. Алтынемелден Шоқан қайтқан. Жерленген жері басқа. Соған Тезек төре Шыңғысқа естіртуге өзінің билерін жіберіпті. Енді Шыңғыс деген өзде де бүкіл алты алашқа белгілі адам ғой. Одан Шыңғысқа естіртуге билерін жіберген, одан Шоқанның бір бауыры келіп, жесірі Айсараны алып кеткен екен. Ал Шоқанды Көшен тағандағы төрелер бейітіне қойғанда, жаңағы генерал Колпаковский кейін айтқан екен, Сабырханнан қашалған жазу бар дәу көк тасты түйеге артып әкеліп, соның басына қойған екен. Сол Шоқан бабамыз солай жерленген. Ал Гүлнұр ханым, бүгінгі хабарымызға келіп, ойымызды бөліскеніңізге алғысымызды айтамыз. Аман сау болайық.